Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лағманның лапшасының рецептісімен бөліскелі отырмын. Өте жеңіл жасалынады және де жұмыртқа қосылмай біркелкі болып созылып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар бұл жерде бізде шақ қоспа, яғни 3 қана заттан тұрады. ұн, су және де тұз. Ұнымызды елеуіштен өткізіп, алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Және де сұп-суық суымызға 20 грамм тұзымызды салып, жақсылап, араластырып езіп аламыз. Енді қамырымызды елеуге кірісеміз, яғни тестамызды дайындауға кірісетін боламыз. Бұл жерде 1 килограмм ұнымызға 450 граммдай суымызды құйып, жақсылап, қатты қылып қамырлейміз. Өте қатты қылудың қажеті жоқ. Өзіміздің күшімізге жететіндей қаттығы билейміз. Егер жұмсақ қылып елеп қойсаңыздар, онда сіздердің лағмандарыңыздың, яғни лапшаларыңыздың формасы дұрыс болмайды және де жайылып, езіліп кетуі мүмкін. Бұл жерде ең маңызды ұнның сапасы. Ұнның сапасы жақсы болса, лағмандарыңыздың, яғни лапшаларыңыздың да созылуы жақсы болады. Қамырымызды енді ыдысынан босатып, дастарханымыздың үстіне қойып, жақсылап, екі қолымыздың көмегімен иін қандыруымыз қажет болады. Шамамен 5-6 минуттай осылай басу арқылы жақсылап иін қандырамыз. Бұл міндетті түрде Мінекей біздің қамырымыз дайын, жақсылап үстінен мыжып, қолымыздың көмегімен иін қандырып алдық. Міне осындай қаттылықта болғаны үшін, өздеріңізге ыңғайлы болу үшін. Енді осының үсті міндетті түрде жауып, шамамен 20-30 минутқа қойып қоямыз. Менің қамырым 20 минуттай жақсылап демалды. Енді үстінен тағы да екі қолымыздың көмегімен жақсылап иін қандырамыз да, тағы да 20-30 минутқа қойып қоямыз. Бізде қамырдың иі жақсы қануы керек, сонда араларында ешқай жерінде андай түйіршіктер қалып қалмайды. Қамырыңыз гладкий, біркелкі болу үшін осылайынан жақсылап иін қандыру міндетті түрде. Мінекей менің қамырым екінші рет 20 минуттай тұрып, жақсылап иі қанды. Енді осының үстіне сұйық майымызды жағып, жақсылап қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Немесе оқтаудың да көмегімен жайып, одан кейін барып майымызды жағып алсақ та болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Мен бұл жерде оқтауды қажет еткен жоқпын, қолымның көмегімен осылайынан жайып алдым. Ендігі кезекте пышақтың көмегімен бірнеше жолақтарға кесіп аламыз. Қамырымызды созуға дайындап жатырмыз уже біз. Мінекей достар, қамырымызды жақсылап ұзыншақ етіп бірнеше бөліктерге кесіп алдық. Бұл жерде сіздерге қамырдың қалай жақсы иі қанғанын осылайынан көрсетіп жатырмын. Енді осыны алақанымыздың көмегімен екі қолымызбен жақсылап етіп, домалақтап, видеодағыдай көрсетілгенде жасап шығамыз. Барлық бөлігін осылайынан кезек-кезегімен жасап аламыз алдын ала. Енді ыдысымыздың түбіне май құйып, жақсылап біркелкі қылып жағып аламыз да, қамырымызды спираль тәріздес қылып, жақсылап бір-біріне орап шығамыз. Міндетті түрде араларына май жағамыз, міндетті түрде май жағуымыз қажет, сонда біздің қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмайды. Бұл жерде май жағу міндетті түрде. Немесе үлкен жайпақ табаға да істесеңіздер болады. Міне бір бөлігін жасап алғаннан кейін үстіне міндетті түрде тағы да май жағып, осылайынан тағы да үстіне бір кезек-кезегімен қоя берсеңіздер болады.
Және де ең соңғы бөлігіне де май жағып, жақсылап май жағу міндетті бұл жерде, және сіздерге айтып кеткендей, енді осыны жақсылап тындырамыз. Бетін міндетті түрде жауып қойсаңыздар болады, немесе мен сияқты осылайынан сразу дастарханның үстіне төңкерсеңіздер де болады. Төңкергеннен кейін 10 минуттай жақсылап тағы да иін қандырамыз. Яғни 10 минуттай жақсылап демалу керек. Енді қамырымызды созуға кірісеміз. Екі саусағымыздың көмегімен айналдыра отырып созатын боламыз. Осы әдіспен істесеңіздер өте оңай жасалынады. Басында кішкене қиындау болуы мүмкін. Екі саусағымыздың күшімен, екі саусағымыздың көмегімен ғана осылай жасап шығамыз кезек-кезегімен. Бұл бізде бірінші созу процесі. Мінекей, біздің бірінші созу процесіміз аяқталды. Үстін міндетті түрде салафанмен немесе пищевой пленкамен жабу отыру міндетті. Біздің қамырымыз құрғап қалмауы қажет. Және де үстін жақсылап жауып алғаннан кейін 2 минуттай тағы да демалдыруға қойып қоямыз. Ал енді мынау бізде екінші созу процесі, яғни соңғы созу процесі. Тағы да солайынан екі саусағымыздың көмегімен қолымызды айналдыра отыра, жақсылап қамырымызды біркелкі қылып созып аламыз. Бұл жерде қолымыздың екі саусағын айналдыра отыра созған себебіміз бізде қамырымыз домалақ, біркелкі болып, әдемі болып созылу үшін. Мінекей, біздің бірінші созу процесіміз аяқталды. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы болып, жіңішке болып созылды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де асықпай басында жасаңыздар. Енді екінші қамырымызды созуға кірістік. Барлығын кезек-кезегімен осылайынан жасай берсеңіздер болады. Енді осы екі қамырымызды бірге біріктіреміз, яғни бірге жинайтын боламыз. Осылайынан екі қамырымыздың ұшын ақырын ғана ұстау арқылы екі қолымызбен жақсылап алып аламыз. Видеода көрсетілгенде істесеңіздер болады. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы болып, жіңішке болып созылды. Барлығын алдын алып осылай жасап алсаңыздар болады. Және де арасында қазанымызға немесе осылай кастрюлемізге суық суымызды құйып, үстіне 20 граммдай тұзымызды салып, жақсылап қайнатамыз. Жақсылап қайнағаннан кейін дайын болған лапшамызды салып, міндетті түрде араларын осылайынан шанышқының көмегімен ажыратамыз. Жақсылап ажыратып алғаннан кейін үсті міндетті түрде жауып, бір қайнағанға шейін күтеміз. Бір қайнағаннан кейін лапшамызды алып, суық судың үстіне саламыз. Міндетті түрде суық судың үстіне салыңыздар лапшаларыңызды, сонда сіздердің лапшаларыңыз тірі, яғни живой болып, әдемі болып, аралары жабыспай тұрады. Барлығы лапшаларымызды осылайынан кезек-кезегімен пісіріп, суымыздан сүзіп аламыз. Міндетті түрде үстіне май құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің лапшамыз дайын, еш қиындығы жоқ. Басында кішкене уақыттарыңызды алу мүмкін, 1-2 жасағаннан кейін үйреніп кетесіздер. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, өте жіңішке әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің бұдан да әрі жаңа рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.